Bir түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір жирен апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көреді. Түлкі басынан түсін. Ой, не қашын, жаны лейді қой, қырда әлі сұлпақ. Әлі ұстықта өлерім, апаным іші әлі шақын, түнде тоқтанып сұны бар екен. Мұны естіп ешкі: Ағам, кәшкешке, жүз ақында әлі сөздемін. деп ойлап секіріп апанға түсіпті. Сонда түлкі кел секіріп ешкінің үстіне мініп, оның мүйізінен табан тірепті де ырғып далаға шығып жөніне кетіпті. Өтірікке алдырында басың бәлеге душар болар деген сөз осыдан қалыпты.